назар аударыңыз. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Алтын мен күміс алқа иелері жәрдемақыны SMS арқылы қалай тағайындай алады? Алтын алқа немесе күміс алқамен марапатталған аналарға жәрдемақы енді проективті форматта тағайындалады. Мамандар министрлік жіберген SMS арқылы жәрдемақыға құжаттың қалай қабылданатынын айтып берді, деп хабарлайды бүгін КЗ порталы Евразия бірінші арнасынан сілтеме жасап. Егер ресми түрде алтын немесе күміс алқамен марапатталғаныңыз жайлы ақпарат келсе, шұғыл түрде SMS хабарламаға жауап беруіңіз қажет. Ол әдеттегідей 14-14-тен келеді. Ары қарай есеп шотыңызды таңдап, сол күннен бастап жәрдемақы тағайындалады. Бұған дейін құжатқа 2 аптаға жуық уақыт кететін. Министрлік қазір небәрі бір күнде шешілетінін айтады. Құрметті көрермендер, осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.